Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге қазақша FIFA каналы. Бүгінгі видеода біз FIFA 22-дегі обновлениялар көрсететін боламыз. Бұл видеоны біз бұл ақпаратты негізінде FIFA-ның официальный сайтынан, инстаграмнан алып отырмыз. Олар мысалы үшін әртүрлі болатын болды, және ойындарда замена әртүрлі болатын болды. Біздің составтан мысалы үшін былайынан қазір осылайынан не алатын болсақ, енді ойыншының 10-шы тұрған жаққа нені ауыстыратын болдық. Ойыншыны нап деп тұрған жаққа өтеді, оны ауыстырылатын жақтар сондай болып тұрады. Несі фильтрі де өзгертілетін болды. Ойыншылар характеристикасы ой кешіңіздер, сол жағында тұратын болды. Енді өзі FIFA-да жерлер өзгертілді, 4 жер қосылды, және комментаторлар қойылды. Тағы да айтпақшы, FIFA-ның бітуіне небәрі бір тәулік қалды. Ол мысалы ертең 17 Москва сағатымен 2-3-терде уже обновление болады. Біз жекен білмеймін, бірақ Москва сағатымен 2-3-терде. Ал мысалы үшін бізде қазір былайымша өзіміз ойында замена қылынбайды, ойынның басында. Кіресіз, сіз обновление істелінбейді. Ол енді FIFA 22-де бұны түзетілетін болды. Ойын басталарынан алдын несін шығаратын болды. Ойыншылардың обновление составтан замена істейтін болдық. Бірақ оның қайттан замена істеуге болмайды, ойынның басында енді шығаратын болдық. Сонымен енді қазір ол мысалы үшін осы тұрған жерден ешқандай замена болмайды. Поэтому несін сәл өзгертейін. Енді мысалы үшін бастады. Енді FIFA-да атакасын өзгертілді, басқаша түрде өзгертілді. 4 жер қосылған айттық. Олардың бірі фог, тағы да басқа 3 түрі бар. Сол түрлерін қазір видеоның орта жақтарына қарағанда көрсететін боламыз. Оларға мысалы үшін біздегі FIFA өзі обновление етілді. Бұның бәрін бұған айтқанымыздай, бұл обновление енді ертең 17-сі, бүгін шыға бұл видео ертең шыға білмеймін, бірақ 17-сі күні Москва сағатымен 2-3-терде обновление болады. Бұл Москваның сағатында. Бірақ та бұл бізге әлі нені өзгертілген жоқ. Сол күйіндегі заттар бар, бірақ мінекей бұл FIFA-ның официальный сайты хабарлап тұрған. Абасы осындай болатын болды. Кейінгі міне ойындарды осындай. Бұны алып жатқанымыз FIFA-ның официальный сайты. Заменаны айттық, осындай болатын болды. Енді сәл өзгертілетін болды. Әртүрлі фильтрді өзгертілетін болды. Және ойында мінекей мынандай болатын болды. Ойындағы түрлермен заменаны айттық. Ойын басталарынан алдын осындай болатын болды. Бұл атакадағы түрі. Енді одан кейін тағы да заттар өзгертілді. Мінекей мынау видеоның сәтті жерлерін көрсетіледі. Мінекей қараңыздар. Бұл енді защитниктердің осындай тактикалар. Защитниктерге көрсетілген жан-жақтан не қыла алады. Бұл пастары және голы. Енді бұл FIFA 22-ның атакадағы түрі. Мінекей мынау өзі өзгертілген түрлері. Сәл осының басқаша болған түрі.
камера 1, камера 2, камера 3, камера 4 relay камерасы жерлери осындай болатын болды. 4 жер. Және де тағы да гол. Бұл несі азғантай видеолар. Аудиосы басқаша болатын болды енді. Түрлі мысалы Германия, Ағылшын, басқа Европа, Россиянка бар шығар, ол жағын көрсетілмеген. Бұл FIFA-ның өзінің официальный сайты, мынау біздегі алғашқы нелері осы жылдағы. Мінекей бұл авасы осындай болатын болды FIFA 22-ның. Енді сіздерден осы видеоға лайк басып қолдау күтемін достар. FIFA 22 жақынып тағы басқаша түрлерін өзгертілетін болды. Енді қандай не болатын білмейміз. События болатын ол жағын білмейтін болдық. Енді сол нелердің обновление осындай болатын болды. FIFA 22, FIFA Mobile 22 ертең сағат айтқанымыздай Москва сағат 2-3-терде сау болыңыздар.